Ол ишана Алмас деген жігіт па, бір жігіт жүр ғой, бәрін подряд боқтайды. Бәрін подряд. Органда істеймін мен, сендер маған ешкім ештеңке істей алмайсыңдар деп. Мен органда істеймін, сендер қамап тастаймын, соттап тастаймын деп. Бәрімізді, бүткіл әйел адамды жатқызып, жаман жолға түсіріп тастайды. Сендер бәрлерін төмен тұрған жаман адамсыңдар деп айтады. Лаура дұрыс айтады өте. Бүткіл қазір сол нелерде, прямой эфирларда отыратын Алмас деген бала ма, Алмат па? Алмат деген бала, я, по-моему, сол бала бәр әйелдерді төмен қылып тастайды да, еще бізді шешемізді төмен қылып тастаған. Қалған бауырлар тұрады да, я, Алмат дұрыс айтады. Я, Алмат ол шындықты айтып жатыр, ашуланып дейді. Намыстары жоқ еркектер. Я, ол дұрыс айтып жатыр. Ол жігітше айтып жатыр, еркекше айтып жатыр дейді. Бірақ Алмат тұрып, сол өзі сол эфирде отырған еркектерді боқтап тастайды. Алатта оны қайтып қосып қояды. Сол кезде намыс деген қайда сол еркектерде? Мен түсінбеймін, дұрыс айтып жатыр жаңа қыз, өте дұрыс айтып жатыр. Орыстардың өзі күліп жатыр ғой бізге. Неге шағымданбайсыздар? Боқтағанда жазылу не бар? Запистер. Оны мен білмеймін қалай шағымдану керек екен. Мен оның өзіне айтқан кезде мені талай жерге апарып тастады. Хиджаптағыны көргем, бүйткем, сөйткем, бүйтіп істегем деп апарып тастады мен өзімді. Полиция шақырасыздар да аккаунттарын бересіз, болды. Арыз жазасыз, 102-ге звондайсыз. Жауапкершілікке тартады. Заң бар ғой бізде. Заң аясында істеу керек қой бәрін. Ол ешкім боқтауға қатысы жоқ қой, әйел адамды. Ассаламағалейкум. Ағайындар, қалдарың қалай? Уағалейкум ассалам. Еркектердің өзін боқтайды ғой, сол еркектер намыс үндемей отырады да, эфирден шығарып тастағандай отта қайтып қосады да, қайтып сөйлесіп отыра береді. Оны алып та қайтып боқтап тастайды. Сол отырған ағаларымыздың өзінде не болмай тұр ғой, намыс болмай тұр ғой. Бүткіл қыздар оған әйтеуір төмен болды. Оларға жай не керек шығар андай? Тасын отырма, адам жинау керек та. Я, негізі сондай основном негізі соған ставка қояды ғой өздері, негізі шыны керек. Мына қарындасым айтқан, я, ол намысқа тиетін нәрселер бар ғой, шыны керек. Айып етпеңдер енді мына жерде айтып бір ауыз айтайын. Ондай намысқа келетін нәрсе шынымен айтсам мына жерде бастан да асып кетеді, шыны керек бар ғой. Оны каждыйына олар негізі основном ана көрген адамдардың не қарай ма, ставка қоя ма, сонда бірдеңке ғой, өйткені не можем быть. Жазып жатыр ғой, аккаунттар Ресейде ғой, қайдағы полиция десе. Ресейдің азаматтары ма жаңағы боқтап жүр? Қазақтар ма? Жоқ, өзіміздің қазақ бала ол. Шымкенттікі дейді, біреулер айтады.